Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді судан құймақ әзірлейміз. Мені осы видеомды соңына дейін көруге кеңес берем. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстінен 3 ас қасық құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 3 үлкен ас қасықпен сұйық май құямыз. Тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін мұздай суымызды құямыз. Суымызды құйып араластырып, үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымызды да жақсылап түйіршіктері қалмайтындай қылып араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа қайнаған ыстық суды құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық содамызды салып араластырамыз. Енді осы қайнаған суымызды жаңағы құймақтың тестасына аз-аздан салып, араластыра отырып құямыз. Бізде осындай сұйықтық шығады. Енді қызып тұрған табада 2 жағын қаратып пісіреміз. Бізде мінекей осындай керемет дәмді құймағымыз шықты. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.